Отбасы банкінде бірнеше депозиті бар адамдар тыңдасын. Сіздің мысалға дейік та, отбасы банкінде бірнеше депозитіңіз бар. Осы жылдың соңына дейін 786.400 теңгені салып, мемлекеттік сыйлықақыны алайын деп жүрсеңіз, алтындарма вообще. Осы сәтті бір тексере салыңыздаршы. И өтініш, бұл видеоны өздеріңізде қандай чат группа бар, ол соседтердікі болсын, бауырлардікі болсын, бәріне жіберіп қойыңыздаршы, әйтеуір бір адамға пайдаңыз тиіп қалар. Қараңыздар, міне бауырлар, мына отбасы банкінің қосымшасы делік. Енді отбасы банкінің қосымшасына кірген кезде, енді өздеріңіз кіресіздер ғой, мына жерде мой банк дегенді басасыздар. Мой банк дегенді басқаннан кейін мои депозиты деген шығады, бірнеше депозитіңіз болса. Міне мына жерде, яғни сіздердің депозиттеріңіздің альтернативный код, сумма біз просто жасырып қойдық та, оны шығып тұрады. И осы кезде қай депозитіңізде признак госпремия бар, міне госпремия деп тұр, көрдіңіздер ма? Мемлекеттік сыйлықақыны алу үшін ақшаны осы депозитке салу керек. Егер де признак госпремия образно сізде осы депозитте тұр, а сіз мемлекеттік сыйлықақыны аламын деп мына депозитке ақшаны салып қоятын болсаңыз, онда сіз мемлекеттік сыйлықақыны алмайтын боласыз, достар. Жарайды ма? Яғни міндетті түрде признак госпремия қай депозитте тұр, міндетті түрде сол депозитті толтырамыз. Себебі, қараңыздар достар, себебі тұрғын үй заңнамасында, яғни тұрғын үй жинақ жүйесінде мынандай түсінік бар. Бір иін, яғни бір адам бір ғана госпремияны алса болады. Яғни бір ғана депозитке қосымша. Таратып қойыңыздар. Көптеген адамдарыңызға, көптеген таныстарыңызға пайдаларыңыз тиеді. Жақсы достар. Достар, ескере кететін жайт, егер де сіздер бағана госпремия алу мақсатында госпремияның признагы жоқ депозитке уже ақшаларыңызды салып қойған болсаңыздар, 31 желтоқсанға дейін отбасы банкінің бөлімшесіне барып, немесе отбасы банкінің мобильді қосымшасын қолдана отыра, признак госпремияды өзіңізге қажетті депозитке, яғни бір депозитке аударсаңыздар болады. Таратыңыздар видеоны. Жақсы.